Сіздерге дей алмаймын, бөтенмін ғой. Ағайын парызыңды өтермін ғой. Жаңа ғана ислам әлі балаңменен айтысқанда шашалып жөтелдім ғой. Кенжебайыптың айтысында осы айтыстың кенжесін төбемешін көтердім ғой. Ағайын сенде мені қолдап отыр, дей алмаймын, сендерге бөтенмін ғой. Құдай сол пейіліме берген шығар, сендерге талмай қызмет етермін ғой. Ағайын ақбатаңның арқасына балаңды қайталдыңа әкелдің ғой. Ай Шымкентім мына маған жақынсың ау, мұндайда болады екен ақынсың ау. Шапта көрейік бір шарпысып, тез айт деп бір апам батырсыдау. Оқымбудан кеп отқан студентпен осында отыр талай оқушың ау. Апайлары жаңа ғана ұрсып жүрет, көгеріп езуі де көпіршідау. Ал қазір түрлеріңе қарап тұрсам, барлығың айтыс көрген батылсың ау. Піленге түсіп қалған солдаттардай примерні шыға алмай отырсың ау. Жан болсаң өрісіген өрең биік, тақырыпты тарқатып терең дейік. Ұлтына қызмет қылған ұлдарың көп, соның бірі Бейсенбай Кемел Бейік. Бөгенде туған ұлы Бейсекеңді бейсенбіде жырлаудан бөгелмейік. Қопарып қазып айтар ой толғанса, жілігін шағып сөздің майтамғанша. Шәкірттерін ғылымға жетеледі, тұлпардай төрт тұяғы тайпалғанша. Лектір боп жүргенде де жаңғиярлық жайттары көп болған ғой. Байқар болса, лекцияны сыбырлап оқиды екен. Алаш арыстары жайлы айтар болса, өйткені ұлтшылсың деп әрбір сөзін аңдып тұрған, сыртында сайқалғанша. Баласындай баулыды шәкірттерін, бәйтеректей гүлденіп жайқалғанша. Сен өзің дайын тұрған ғалымсың деп Мағауинді мақтады майталманша. Мырзашым қорғайды деп мырзағамды қайрады қайраткер ғып қартайғанша. Құлқ үшін қам қылмастан бір мезеттік, ұлт үшін көрсетіп ет түрлі жеттік. Дәуірдің даналарын дәріптейік, әйтпесе бітірмейміз тіл безептік. Солардың арқасында тасқа жазған тарихыңды бұл күні күмбез еттік. Сыбырлап айтқан алаш арыстарын айғайлап айтатындай күнге жеттік. Ай бе. Бір Алла менің дағы сенерім бар, сенің де өрілетін өлеңің бар.
Қабдолла жаңқалайсың, қасымдағы теңізден сүзіп алған теңеуің бар. Сегіз қырлы бір сырлы жігіт едім, олай деп айтуыма себебім бар. Өйткені ән мен терме, одан кейін ағайынға арналған өлеңім бар. Сенің де қырларыңды байқайықта. Ал ендеше Қабдолла кезегіңді ал, тұратын 90 торау 9 жолдан, толғаудан басқа қандай өнерің бар ай. Ау қазағымның құт болып шаңырағы, өлеңім жұлдыз болып жамырады. 8-ші жұп болып Нұрекеңде мақал айтып отыр ғой мағыналы. Бейсханның баласы білесің ғой, Бейсенбай атасына табынады. 8-ші жұп болып шықтым ғой деп Нұрекеңде шынымен қағынады. 8 деген киелі сан еді ғой, сөзден қалай ақбауыр жаңылады. 8-ші боп саханаға шыққан кезде 8 серінің қолдасын аруағы ай. Ау алаштың қалықтасақ аспанында, не көрмейді ақындар жас шағында. Оқымпудың студентін әңгіме етіп, әуеніңді әріден бастадың ба? Тіленге түсіп қалған тұтқын ғой деп, таяқты ортаға кеп тастадың ба? Бұл жастар айтыс десе жаным берет, өмір өтіп кетет деп қасқағында. Алып ұшып Шымкентте бізде келдік, Әужекеңнің жүрген соң басқабында. Отанымды оқ пен оттан қорғап тұрған, оқымпудың басидым жастарына ай. Ау Нұреке, мен сені бөлген жоқпын. Ау Нұреке, мен сені бөлген жоқпын. Мен осы сәбит туған елден кеппін. Толғаудан басқа нені айтасың дейді, бұйырса жыр бесікте тербелмекпін. Қазақтың қасиетті тілі қабең еді, дәл сондай семсер болып сермелмекпін. Қабең жайлы қадырдың сөзі бар еді, одан басқа адамға сенген жоқпын. Қазақ тілдің байлығы қабең дейді, қазақ тілдің байлығы қабең дейді, соңынан жамандардың енген жоқпын. Дүниеде алтын күміс көп болса да, тіл байлықтан асқан байлық көрген жоқпын ай. Ау сұлу қала секілді әлемдегі Қызылжар Шымкентіме сәлем деді. Ақындардың байлығы негізінде тілінде тұнып тұрған өлең беді. Аламан қандасанда бір шығатын Нұрмұхамед Қабдолла көбең беді. Бейсенбаев атамызды жырға қосып, Нұрекеңде шынымен терең деді. Мағжанға шәкірт болып бір кездері елінде бағаланды ереңбегі. Бір жанаға арнайы айтыс қылып, керек болса жанымды берем деді. Қалымға айтыс жасау өте қиын, айтыс үшін ағалар не көрмеді. Қалымның аты өлмейді деген сөзді айтыс жасап Шымкентім дәлелдеді ай. Ау жырласақ Шымкент дейтін шаһар жайлы, мақтауымыз алысқа апармайды. Өткенде жүлдеп алған байсы күріп, айына Шымкентке айына 10 сапарлайды. Өмірде аға қолдап тұрғанан соң өткір кездік тамаққа тақалмайды.
ойпырмай қалай жүлде алдың десе жолым болып кетті деп мақалдайды. Сүйеушісі өмірде мықты адам, сүйек жұтып қойса да қақалмайды. Ай жырларыңды еттің ғой дүйім кәйгі, демеймін саған жүлде бұйырмайды. Аужекеңнің масқабындамын деп қоясың. Бұл қалай ширіктерден тыйылмайды. Қабдолла Аманжолаға сен сияқты әруаққа ешқашан сыйынбайды. Бісмілләмен басталған Құран басы, деп отырса жамағат жырар насы. Ақынға батырға да әрқашанда жар болады, көктегі бір Алласы. Шарпысуды бір жанағам қолайлы еткен, кеп кеттім шымғалама талай көктем. Ағайын бізді қолдап отырсаңдар, ойдан өлең құрауда оңай деппең. Алдыңа шығып тұрмыз ақмаңдай боп, үміттің отын біраз жаққандай боп. Сендерде тәтті өлеңге тойыңыздар, Сибірдің балмұздағын татқандай боп. Ардақтай алмай жатқан алаш әлі, тарихта тұлған көп қой санас әлі. Бейсенбайдың бір өзі не тұрады, еңбегі 10 ғасырдан әр асады. Сон айтумен шырылдап Құлбек көкем, табанынан таусылып тауасады. Ұлттың бірінші ұстазы Ахмет болса, екінші ұстаз Бейсенбай деп таласады. Атына бір даңғылды берсін деген пікірімен кім оның санасады. Қазақ әдебиетінің батырының лайықты берілмей тұр бағасы әлі. Құдай-ау даңғыл деген не тәйірі, құрметтің болу керек орасаны. Бір ғасырда бір туған Бейсенбайға бір ауданды берсеңде жарасады. Ай бе. Қарасаң қайран қалар күллі өткені, далаңнан кімдер келіп кім кетпеді. Ғылымның қаймақтарын қалдырды ғой, Бейсенбайдай ғалымның бір мектебі. Қазақтың түп тарихын мырзағамдар түрік қағанатынан білмеп беді. Хандарыңды түгендеп Мағауиндар өшкеніңді жандырды үрлептегі. Арыстарды ақтаған сол ерлікке куә болып тарихтың тұр беттері. Төрдегі өтқан Құлбектей көкемізде өлгенше ұстазын құрметтеді. Бейсенбайдың бейнесі өшпес мәңгі, аман болса қазақтың Құлбектері. Тек қана Құлбек емес Бейсекеңді дәріптеу бар қазақтың міндеттері. Ай бе. Ағайын алдарыңда қызық қылдым, айтыстай айдыныңда жүзіп тұрдым. Аузы берік мұсылманның біреу едім, шай ішіп Қабдолла сен қызықтырдың. Қабдолла жортқанда жолың болсын, алдыңда шай тұрғанда сабыр болсын.
Тілерім Қабдолладай құрдасыма, тілеген барлық дұғаң қабыл болсын. Екеумізге төрдегі нұрматпенен аман жолдай ағалардың жолын берсін. Мен сені бауырым деп жақын көрем, айтып отсың ағайынға татым өлең. Бәукеңде Бейсенбайды шын бағалап, мен емес сол кісі ғой батыр деген. Бет жыртыспай сондықта Қабдолла жан, құшақтасып қайтайық ақыл менен. Болар елдің балдары емес педік, бір-бірін қатын емес батыр деген ай. Асындай аңыз болған Сағынайдың, айтыс десе Шымкенттен табылайын. Нұрекеңде жүйріктің біреді ғой, бәйге десе келетін бабы дайым. Аруаққа сыйынған күнә ғой деп, дейсің бе аузымнан жаңылайын. Аруақ деп аталар жауға шапқан, тарихты кешегі не қылайын. Әужекеңнің масқабында жүруші едім, сол себепті жақсыға бағынайын. Аруақ деп кешегі ұлатасы, аруақ деп кешегі жауға шапқан, Әужекең ұрпағы ғой Ағыбайдың Атағымыз болған соң Алашқайғы, ақындар жаттап алып жағашпайды. Әужекең Нұрекеңдей болам десе, Қабдолла бұмен қалай санаспайды. Ақылды адам негізі білесің ғой, ит секілді сүйекке таласпайды. Ағалардай болмасақ, Нұреке жан өмірде өнеріме жол ашпайды. Әужекеңнің інісіне ел алдында ырылдасып отырсақ жараспайды. Шайыр едім шайырлар шайқағанда бұлтқа басын, жазады дейді екен ғой ұлт жарасын. Алып ұшып келгенде шымғалаға қырандай күн көзіне тік қарасын. Бейсенбай Мағжанға шәкірт болып мекен еткен дейді ғой құтқанасын. Сол кісі жазып кеткен еңбектерді айызың қанғаныңша ұрттағасын. Сол кісінің жолымен жүрейікші, мейлі бізге біреу кеп сырт қарасын. Кешегі Бейсенбайлар түгендеді, түркінің білесің ғой түп санасын. Нұрмұхамед, қайыра ғой бір шумақпен. Тұрыңдар деп бір жекең тұралайды, мергенем көзге атқан құралайды. Әруаққа сыйынған деп мынау отыр, сөйте тұра бауырын кінәлайды. Жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың деп хакім сөзін қылар әйгі. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген адасты дейсің бе ұлабайды. Жарар ет осы айтысты аяқтасақ, уақыттың да шегіне таяп қасақ. Ағайын рұқсат етсең, көңіліңді көтерейін, өнерге саят жасап. Жиналған жұрт білмеймін ұйықтап қалды, мерекеде ән айтып оятпас ағайын. Күлкісіз өткен күндердің, ұйқысыз өткен түндердің, күмісті ойлап, уайымдап жүрген күндерім, сіздерді көріп, ұмытыларын білген кім.
Шымкентім сені әлі де қимай тұрмын-ау. Ұйқы қанбаған, күлкі қалмаған түрмін-ау. Ақындарыңды алақаныңмен қолдашы. Оңай деймісің, ойдан шығарып жырғырау. Қинаса келіп сағыныш аттай қылбырау. Орнымыздан кетейік енді құрбым-ау. Ақын ұлдарын қолдайтын мынау ел барда. Қиын емес екен финалға қарай құлдырау. Ағайын сені әлі де қимай тұрмын-ау. Бәрекелді, рахмет. Финалдық кезеңінің алғашқы жұбы сөз бастау оңай емес. Ал қазылар алқасы айтыстың шарты жеңді жеңілді деп келесі кезеңге бір-ақ ақын өту керек. Сондықтан айтысты бастаған бер жағындағы Нұрмұхамед Байсүгіров, Қарағанды қаласы, бір ауыздан қазылар алқасының шешімімен айтыстың ақтық сындарына өтті.